Менің жылыжайымнан келесі видео. Мына жерде редискалар. Мына осылай қатар-қатар болып өсіп жатыр. Ара қашықтықтары, мынау алдыңғы қатарлардікі барлығы жуамен жақсы, бір-біріне кедергі келтірмейді. Мына осындай. Мына аяқ жағында ептеп не болып кетті, мындай көп-көптен болып кетті. Ол ештеңе етпейді, енді арасында өсіп жатқандарды алып отыруға болады, немесе солай да өсе береді, енді ештеңе етпейді. Ол бір ғана қатар ғой деймін, сондай болған. Қалғандарын бәрін жобасы жақсы. Мына осындай редискалар осы қатарда. Бойлары ептеп ұзындау болып кетті. Түнде светтерді жағып жүрген жоқпыз. Бірыңғай қараңғы болып тұр. Енді оның қаншалықты дұрыс емес екенін білмеймін. Келешекте енді айтамыз ғой, тәжірибе болдың бәрі маған. Енді басқа нелерді, каналдарды қарап та қалай екен дұрысын көріп жатқан жоқпын. Негізі көп нәрсені дұрысын, қалай болу керек екен, баяғыдан өсіріп жүрген сондай каналдарды қарап тәжірибе алмасып, сол кісілердің айтқанымен көп жыл өсіргендерді көріп, сондайлармен жаңағы жасасақ болады. Енді әзірге оларды қарап жүрген жоқпын, бірақ енді жобамен осылай өсіп жатқан. Одан кейін мына жасыл нелер, пияздар, зеленый лук дейміз ғой. Олар да жаман емес өсіп жатқаны. Одан кейін укроптар жақсы болып өсіп жатыр. Әдейі тығыз көп қып салған, міне укроптар жақсы өсіп жатыр. Маған ұнады. Одан кейін қызылшалар, свеклолар. Қызылшалардың бойлары ептеп ұзарып кетті. Енді ол қалай болатынын білмеймін. Сол анеу кездерде жаңағы күн бұлыңғыр болып тұрды ғой, сол кезде күндіз қосымша светтерді қосу керек пе еді. Оның неден екенін білмеймін. Негізі бойдың ұзын болып кететіні мен білетін, жарықты іздейді ғой, жаңағы бұлыңғыр күндер жарық жетпей, ұзынырақ болып жаңағы жарық іздеп жоғары шықты ма, или түңгілікте жақпағаннан болды ма, білмеймін. Енді бойлары ұзын болып кетіп, астыларындағы, төменгі жақтарындағы жемісі жақсылап шықпаса да ештеңе етпейді, өйткені бұл жаңағы нелерді, қызылшаларды борщ дейміз ғой, сондай көжеге қосуға болады. Былай жапырақ болып өссе де, жапырақтарын салат ретінде салатқа қосуға болады, салат ретінде жеуге болады. Сондықтан бұл қатты жаңағындай бір не емес, дұрыс өспей қалды деген нәрсе емес. Негізі енді келешекте де осы жылыжайды ұстап жаңағы егіп сондай жұмыстар жасайтын болса, келешекте де білетін боламын. Бой ұзарып кеткен неден екенін. Негізі сол жарық іздеген кезде, жарық жетпеген кезде үсті ұзарып кетеді. Міне жаңағы барлығы осы бір қатарда өсіп жатыр. Бір грядкада дейміз ғой. Мына жерде міне топырақтың астынан жасыл ептеп көрініп тұр. Кәді, кабачки. Оны осы жерге ара қашықтықтарын бір жолата отырғызған, қайта-қайта алып отырғызбау үшін ара қашықтықтарын ептеп бір-біріне кедергі келтірмейтіндей қып қойдым. Міне бүгін шыққан біреу осы. Сол бүгінгі шығып жатқаны осы кәдінің жаңағы дыстардағы бар, және де ептеп өскеннен кейін оларды да топыраққа отырғызып қоямын. Менің жылыжайымнан осындай видео. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар. Бүгін наурыз айының 25-і.